Содан шашы да өсті, содан жақсы болды. Екінші қызымды да сөйтіп емдеп алдым, осы өнімдердің арқасы. Бірінші Алла тағала, одан кейін осы өнімдердің арқасында сөйтіп жақсы көріп бастадым ғой. Как раз былтыр жаз айында бәріне штукта Бионвейвті сатып, қазір кішігірім команда бар. Сол денсаулықтың арқасында осы балаларымды өзім осы Бионвейв компаниясының өнімдері арқылы жазып алып жатырмын. Қазір ешқандай антибиотик қолданбаймыз. 2 жыл болды. Өзімде кеше осы бір апта алдым, температура болып 2 күн ауырдым. Осы Happy Wave'ті үзбей іштім ғой. Тоқтатпай іштім. Содан уже 2-ші күн уже бері қарадым. Сондай Катар саяхатына менде вообще саяхатқа шықпағанмын негізінде. Даже Алматыға да осы Нью-Йорктың арқасында барған. Бірінші балам оқуға түсті, сонымен барған. Екінші рет осы Нью-Йорктың событиясына бардым. Ата мен вообще қалаларға арыламағам да, Ташкентті деп кішкентай кезімізде барамыз, былай бармағанмын. Вообще Шымкенттен шықпаған десем де болады ғой. Қызылордаға да бардық мысалы, видеошопқа. Нью-Йорктың арқасында мен әйтеуір қала көріп, ел көріп сөйтіп жатырмын. Катарға биыл барып келдік, жолдасыма да жасадым, өзіме де жасадым. Енді керемет. Енді саяхатта қалмайым дедім да. Турцияға барған дедім? Иә, Турцияға бармаған ғой, отырмын ғой. Ең ұзақ мен осы Катар болды. Бірінші саяхатым. Барған ғой, Шымкенттің арқасында. Осы Турцияны орындаймын, менде Ханенді орындаймын деген не болған жоқ, көп қой дедім да, Турцияны орындаймын. Биылға маған бір саяхат Катарға бардым, ендігі жылы неге барам дедім да, Турцияға, Анталияға барамыз ғой дедім да. Ал енді нені орындау керек болып тұр. Ханенді орындау керек болып тұр. Бұл жолы өзіне 61 болып тұр. 170 Екі адам ғой? Мен негізі Ханен вообще істеймін деп ойлаған жоқпын. Істемей қойсам Ханен цель қойған жоқпын да. Мен Турцияға барсам биылға бір саяхат жетеді деп өзіме сөйтіп аяғым да. келесі жылы дайын тұрады ғой. Сөйтіп атақ негізі Ханен істеймін десем істеп тастайтын едім, оған вообще не аған жоқпын. Енді бір аптада істеу керек болды. Осы шамалықты істеп тастаңызшы. Барлықтарыңызға жұғысы болсын. Amin, айтқаныңыз.